Ассалаумағалейкум, Казислам порталының оқырмандары. Бүгінгі кезекті сұхбатымыздың қонағы Алматы қаласы бойынша дін істері басқармасы бастығының орынбасары Көшекке Ерғали Ақылбекұлы. Ассалаумағалейкум, Ерғали Ақылбекұлы. Уағалейкумассалам. Астанамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Өткен жылғы жұмыстарымызға қорытынды жасап, және биылғы жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Бізде өткен жылда басқарма тарапынан бірқатар шаралар атқарылды. Карантин шаралары қарамастан біз бұл бағыттағы жұмыстарды жүргіздік. Алматы қаласында 17 конфессиядан тұратын 184 діни бірлестік тіркелген. Жалпы Алматы қаласында 60 миссионер жұмыс жүргізеді. Жұмыс бағыты бұл 4 бағыт бойынша жүзеге асады. Яғни бірінші бұл бағытымыз ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу, екінші дінаралық келісімді нығайту, яғни зайырлық ұғымдарын дәріптеу, жалпы әртүрлі дін өкілдерінің өзара ауызбіршілігін нығайту. Үшінші бағыт бұл осы деструктивті діни ағымның жетегінде кеткен азаматтарды оңалту, яғни дәстүрлі дініміздің құндылықтарына сай бейімдеу. Төртінші қарсы насихаттық жұмыстар жүзеге асыру. Әлеуметтік желілерде, интернет порталдарда жүзеге асырып келе жатырмыз. Ақпараттық түсіндіру тобының мүшелерін тарта отырып, біз осы өткен жылы шамамен 600-ден астам, яғни оның ішінде офлайн шара бар, онлайн шара бар, 600-ден астам шараны жүзеге асырдық. Осы біздің ақпараттық түсіндіру тобы мен осы мешіттерде өткен шараларымыздың жалпы санын осы қосқанда бізде 180 мыңнан астам қаланың азаматтары қамтылды. Алматы қаласында 52 мешіт болса, сол мешіттің әрқайсысында біз чаттар құрдық. Сол чаттарға біздің басқарма тарапынан, дін істері комитеті тарапынан дайындалған қарсы насихат ақпараттық материалдарды, яғни жамағаттың арасында тікелей таратып отырдық чаттар арқылы. Яғни бұл да өз кезегінде өзінің бір оң әсерін берді деп айтып кетсек болады. Бізде осы басқарманың жанында кеңес беру жөнінде оңалту орталығы жұмыс істеді. Осы оңалту орталығына білікті теолог, ер және әйел азаматтар тартылған. Өткен жылы 2000-нан астам азаматпен біз жұмыс жүргіздік. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 100-ден астам азаматты, яғни теріс діни ағымнан өзіміздің дәстүрлі діни ағымға қайтардық. Әбу Ханифа мазхабы, соның ішінде Матуриди ақидасын ұстанбайтын басқа жат діни ағымның жетегінде кеткен азаматтар біз оңалттық. 2021 жылы интернет порталдарда осы республикалық деңгейдегі, жергілікті қалалық деңгейдегі барлық порталдарда бізде 300-ден астам материалдар шықты. Өткен жылы бізде осы басқарманың қолдауымен 1000 осы қарсы насихаттық осы визуал түрдегі мотиватор, демотиватор дайындалды. Азаматтарымыздың жат діни ағымның жетегіне кетпеуіне өзінің септігін тигізді деп айта аламыз. 2022 жылы да біз бұл бағыттағы жұмыстарды күшейтеміз. Біз айтып өттіңіз, оңалту жұмыстары бойынша. Сол оңалту жұмыстарының бір бөлігі біздің естуіміз бойынша түрмелерде жүргізіледі. Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Алматы қаласында ондай түрме жоқ. Бізде уақытша ұстау изолятор дейміз ғой жаңағы. Сондай 3 мекеме бар. Ол жерлерде де біздің теолог мамандарымыз апта сайын бекітілген өзіміздің графигі бар. Сол график негізінде түзету мекемелеріне барып, топпен, жекелей сондағы сотталушы азаматтармен профилактикалық және жұмыстар, сұхбаттар жүргізіп отырады. Яғни біз 2021 жылы толықтай қамтыдық ол жердегі азаматтардың барлығын. Еліміздің азаматтары басқа ағымның қатарына кетіп қалмау үшін өз ақыл кеңесіңіз бересіз. Діни ақпарат іздеген кезде оны рұқсат етілген. Яғни ең Қазақстан мұсылмандары діни басқармасынан, имамдардан сұрау керек. Яғни Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми аккаунттарынан, интернет порталдарынан ақпарат алу керек. Егер діни оқу орнында оқығысы келсе, яғни шетелге барудың керегі жоқ. Яғни біздің Алматы қаласында еліміздегі осы ислам бағытында, жалпы дін жағында білім беретін Нұр-Мүбарак Египет ислам университеті бар. Осы университетке түсіп білімін ала алады. Яғни ол жерде осы Мысыр елінен келген білікті оқытушылар сабақ береді. Одан бөлек елімізге танымал, білікті осы дін саласында жұмыс жасап жүрген
оқытушылар осы Нұр-Мүбарак университетінде сабақ береді. Яғни кез келген стандартқа жауап береді деп айта аламын. Кез келген өңірде дін істер жөніндегі басқармасы бар. Сол басқармаға жүгінуге болады, телефон номерлері көрсетілген. Яғни осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, министрліктегі дін істер комитеті, әкімдіктердегі өңірдегі дін істер басқармасына хабарласып, кез келген сұрағына жауап таба алады. Ереке, сізге рахмет. Уақыт тауып бізге сұхбат бергеніңізге, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет, өздеріңізге.